Қайырлы күн баршаларыңызға. Әдеттегідей Англия жайынан қазақша ақпаратпен бөлісетін мен сіздермен бірге. Менің есімім Болат Черниязов. Егер менің бұрынғы видеоларымды көрген болсаңыздар, оларыңыз үшін мың алғыс. Осы видео арқылы жаңадан оқырмандар келіп отырған болса, баршаларыңызға ұмытпай арнаға тіркелуді сұраймын. Және қалған видеоларды көріңіздер. Лайықты болатын болса, лайктарыңызды аямаңыздар. Тағы бір өтініп сұратыным, жаңа жылға дейін оқырмандар санын 1000 адамға дейін жеткізу жоспарымда бар еді. Егер ол жоспарымды іске асыратын болсам, мен үшін бұл бір үлкен серпіліс және сіздерден алған үлкен бір алғыс болады. Соным үшін мен сіздерге алғысымды білдіргім келіп отыр. Рахмет сіздерге. Көпшіліктің сұрауы бойынша бүгінгі қойылатын тақырып, бүгінгі қозғайын деп отырған ойым бұл Англиядағы жұмыс, Англиядағы күнкөріс, Англиядағы экономикалық жағдай. Көп адамдар жазып жатыр, сұрап жатыр, егер мен ағылшын тілін білмей Англияға бара аламын ба, онда қандай мүмкіндіктер бар, қалай мен жұмысқа тұрсам болады деген сияқты сұрақтарға, көкейтесті сұрақтарыңызға бүгінгі видеода мен жауап беруге тырысамын. Және қандай да бір агенттіктер бар, оларда қалай кіру керек, оларда не іздеу керек, қай жерге басып, кіріп, шығып, өзіңіздің тапсырмаңызды жасап орындауға болатынын көрсетемін. Бұл агрофермалық жұмыстар, ауыл шаруашылық жұмыстары Англияда соңғы 3 жылда Қазақстанмен тікелей байланыста болып жатқан бағдарлама. Бұл бағдарламаның негізгі тарихы Екінші дүниежүзілік соғысынан кейін басталған. Бұл екі елдер арасын татуластыру және Ұлыбритания экономикасын көтеру болды. Онан соң қазіргі күндегі девизі, былайша айтқан кезде, ол адамдарға жұмыс жасауға мүмкіндік және саяхаттау мүмкіндігі, ақша табудың мүмкіндіктері. Егер ондай мүмкіндіктер қолдарыңызда бар болатын болса, менің ойымша міндетті түрде қолданып қалған абзал. Бұл бағдарлама бойынша қазіргі күнде көптеген агенттіктер жұмыс істейді. Олардың тізімдері мынандай. Бұл компаниялардың атын жабылып жүрген алаяқ компанияларда жетерлік. Сол себептен де әрдайымда абай болыңыздар, көп адамдарға сене бермеңіздер, себебі интернеттік алаяқтық қазіргі күнде өте көп, жоғарғы деңгейде деп айтсам болады. Алданып қалмаңыздар. Ең бастысы тексерілген, сіздерге сенімді компаниялар арқылы жұмыс істеген абзал. Және көптеген қауесет сөздері бар. Біреу барса да, біреу бармаса да, оны айтады, ол жақсы, жаман деген сияқты айтып беретіні. Бірақ әр адам өзінің түйсігі бар, өзінің шешімі бар. Егер сіздің барғыңыз келетін болса, келіп жұмыс істегіңіз келетін болса, ләйім, онда ерік өзіңізде. Әрдайымда менің ойымша жасап көру қажет. Сонымен бұл бағдарламаға түсу үшін арнайы сайтқа тіркелу керек. Бұл сайттан өзіңізге қажетті ақпараттарды қарап, бөлісіп, тыңдауға болады. Қалай жұмысқа кіруге болады? Бұл ең бірінші Конкордия бағдарламасынан серіктестердің арасынан қарауыңыз керек. Қазір Англияда қандай жұмыстар жасалып жатыр, қандай жұмыстарға іздеу бар. Егер сіз сол жұмыстардың тізімін көрсеңіз, сізге сол лайықты болатын болса, ұнайтын болсаңыз, сіз басып кіріп, онда тіркеліңіз. Тіркелген кезде қазір басқа видеода көрсетемін сіздерге қалай жасау керек екен. Бірақ негізгі ақпаратын қысқаша айтып кетейін. Тіркелу қажет. Тіркелгеннен кейін сіздермен хабарлама аласыздар, тіркелдіңіз деп. Онан соң сіздерге кездесу болады. Кездесу екі этапта болады көбінесе. Бірінші көптік, одан кейін жалғыз жеке дара сіздің өзіңізбен кездесу болады. Барлық кездесулер онлайн форматта, телефон арқылы жасауыңызға болады. WhatsApp-пен не болмаса қандай да бір мессенджер арқылы шыға аласыздар. Кездесу кезінде сіздерден сұрайтын сұрақтар бұл физикалық тұрғыдағы шаруаң, денсаулығыңыз қандай, эмоционалдық және ең басты психологиялық жағдайыңыз қандай екен. Онан соң егер сізге визаны беретін болса, сіз ары бері билетіңізді аласыз да,
Англияға сапар шегесіз. Барлығы кететін сомасы ол 450-500 мың, кейбір кездерде енді өзіңіздің жеке шығындарыңыз бар, сол себептен де артық ақшаңыз болса алып алғаның абзал. Жәнегідей айтып кеткендей, көптеген алаяқтар бар. Қайталап айтамын, алаяқтардан абай болу керек. Қазіргі күндерде барлығының мақсаты, мүддесі ол ақша табу. Сол себептен де егер сіз шығатын болсаңыз, сіздің егер жолыңыз түсіп, сапарыңыз сәтті болып жататын болса, онда сіз Қазақстаннан шықпас бұрын мынадай дүниелерді ескеруіңіз керек. Сізде ешқандай қарыздар болмау керек, сізде ешқандай да бір банк алдындағы берешектеріңіз болмау керек, кредиттеріңіз болмау керек, алимент төленген болу керек, және де ипотекалар бойынша шығындары, проценттік төлемдері төленген уақытында, және де жеке дара сот орындаушыларының алдындағы ешқандай борыштарыңыз бен міндеттемелеріңіз болмау тиіс. Сізді шекарадан, Қазақстан шекарасынан шығарып және кіре алатындай мүмкіндігіңіз болу керек. Оның барлығын шықпас бұрын сіз өзіңіздің иініңіз арқылы Әділет.gov сайтынан тексеріп ала аласыз, немесе YouGov'тан тексеріп алуға болады. Бұл тегін. Бұл арада тағы да айтатыным, көптеген адамдар айтып жатады, мен көмектесем, мен тіркеп берем деген сияқты. Ол жағынан енді өздеріңіздің еркіңіз, бірақ алданып қалмаңыздар, себебі бұның барлығы агрофермада тіркелу, сайттарына тіркелу, бұл барлығы тегін. Егер білмесеңіздер, басқа біреуден консультация алып, не болмаса информацияны көбірек алып, біліп алған абзал. Менің де осы бір жағдайларды ескере отырып, арнайы видео түсірдім. Арнайы видеоны түсірдім де, бұның барлығы сіздер. Сонымен Concordia.com деген сайтқа кіреміз. Бұл волонтерлық сайт. Мұнда әртүрлі вакансияларды, әртүрлі қандай да болмасын программалардың бар екенін көруіңізге болады. Мен мына сайтқа кірдім. Ондағы басқы беті қандай apply for жаздық емес, сезондық жұмыс деп тұр. Бұл сезондық жұмысына кірдім. Бұнда көріп тұрсыздар, агропрактика деген бірінші сайт тұр. Бірінші сайтты мен белгіледім. Оны өздеріңіз тағы да көруіңізге болады. Көрсетіп тұрғандай Литва, Қазақстан, Польша және Латвия елдеріне арналған екен. Және де келесі бағдарлама International Information Center дейді. Украина, Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан азаматтарына арналған infoworld.com деген сайтына келесіздер. Студенттерге арналған бағдарлама бар, ол Student Exchange Center дейді. Бұл Қазақстан, Тәжікстан, Украина азаматтарына. CPA дейді. Украина, Қазақстан азаматтарына арналған сайт арналады. Қалған сайттарына Career International, бұл Армения, Азербайжан, Best Opportunity деген Румыния, Молдавия. Сіздерге тағы бір айтатын жайт, бұнда көптеген жұмыстарда осы Румыния мен Болгарияда өте көп жұмысшылар келеді. Олар көбінесе сол жерлердің білімін біліп сөйлеп тұрған азаматтар. Ал арнайы сол агропрактика BY деген сайтқа кіріп көрдім. Бұның басқа беті мынандай болады. Көріп тұрғандарыңызда электронды поштаңыз бен пароль арқылы өзіңіз сол сайтқа тіркелуіңізге болады. Мына жерде де көрсетіліп тұр, внимание, мошенники деп тұр. Агропрактика деген компанияның атынан шығады. Қараңыздар, начало даталар көрсетіліп тұр. Мына жерде қандай жұмыстар бар екен, қандай тізімдегі жұмыстарды таңдап алуыңызға болады. Сонымен бұл жерден вакансия дегенге басып көрдім. Вакансиядан қандай вакансиялар бар екен. Работа в Литве, работа в Англии, работа за границей деп қарап отырсаңыздар, сіздерге қызықты, бұл керекті мағлұматтар болады. Сонымен басқа бұл сайтта жұмыстан басқа әртүрлі сізге қажетті мағлұматтарды да тауып алуға болады. Оны қазір алдындағы көрсетілетін видеоларда көрсетіп жатамын, тек қана сіздердің ескеретін жайттарыңыз. Мне қараңыздар, работа на томатной ферме в Англии дейді. Агропрактика предлагает работу дейді. Официальным с проживанием, трудоустройством. Көріп тұрғандарыңызда Англияда орналасқан Робинсондер деген отбасындағы
көкөністерді теру, оның ішіндегі қызанақ теру, қызанақ туралы қаншама жерде егілген, соны қаншамасын жинау керек, сол Манчестерден алыс емес екен. Тағы да басқа қажетті информациямен толықтырылған. Енді өздеріңіз білесіздер, көптеген материалдар, малыматтар айтылмай кетуі мүмкін, бірақ қандай жерде тұратыныңыз көрсетіліп тұр. Мобильный дома автономный дейді. Бұнда караван деген жерде тұрасыздар. Караван дегеніміз бұл жайлы, бірақ қалай айтса болады екен, біздіңше контейнерларда ғой, контейнерларда өмір сүру. Егер күн суыса, ол да суиды, күн ысса, ол да ыситын, сондай бір біреуге ұнап жатады, біреуге ұнамайтын жерлердің бірі. Англияға барып караванға тұрмай кету, енді былайша айтқан кезде ондай дүние болмайтын шығар. Мына жерде көрсетіліп тұрғандай бағасы көрсетіліп тұрады, сомасы сіздің қаншама проживание дейді, тұратын жеріңізге қаншама апталық, бұл баға апталық 60,9 фунт стерлингіне дейді, адам басына. Бұнда газ және электр қуаты кіріп тұр, сумен қолдануда кіреді екен. Поездка жайынан дейді, оған жетудің жолдары қай кезден басталып, осы жайынан қысқаша мағлұматтар барлығын осының ішіне көрсетілген. Қарап отырғандайыңыздай, сіздерді келетін жерге дейін Лондоннан, көбінесе Лондонға келеді, немесе Манчестерге келеді, сол жерден адамдарды күтіп алады. Жұмыстардың түрлі қандай? Бұл жинақтау, сортировка, және пакеттерге салу, жинақтау. Одан басқа бұл басқа да өсімдіктерді арнайы орындарға отырғызу, оларды сол орындарға жеткізу. Одан басқа да сельхоз жұмыстар деп тұр. Енді сельхоз жұмыстарды өздеріңізді білесіздер. Егер ауылда болсаңыздар, қара жұмыс істеген жетерлік. Сол сияқты бұнда да жұмыстар болады, бірақ әлде қайда көп. Өйткені бұлар полелер, поледе көптеген халықты асырау үшін арнайы жасалған алаңдар болғаннан кейін бұның объемы үлкен болады. Әрдайымда жаңбыр болған соң, әрдайымда балшық болып жатады. Бұл жердің жері құнарлы болғандықтан қарасаз балшық болады. Жаңбыр жауған кезде де қаланың өзінде де жер құнарлығынан топырақтар қап-қара. Аяғыңыз барлығы сондай бір балшықты, соның барлығын ескерген жөн. Мұнда тағы да айтып отырғаны 48 сағат жұмыс болады дейді. Егер сверхурочный болатын болса, егер одан артық жұмыс істейтін болсаңыз, онда сіз мен мынаншама жұмыс істедім деп айтуыңыз парыз, міндет. Тағы да бір айтатын дүние, сіздер егер жұмыс істейтін болсаңыздар, барлық информацияны сіздерге электронды поштаға жіберіп отырады. Егер сіздерде электронды пошта жоқ болатын болса, қазіргі күннен бастап оны тіркеп, оны қолдана беруіңіз керек. Бұны жерде тағы да айтып тұрғандай, алдыңғы мен видеоларымда айтқандай 10,10 фунт стерлинг сағатына беріледі. Сверхурочный беріледі дейді, егер асыра көп жұмыс жасайтын болсаңыздар. Бірақ бұлардың өздерінің талаптары бар, бұлардың өзінің бір ерекшеліктері бар. Сіздерге жалақыны төлеген кезде оның барлығын көрсетеді, бірақ естеріңізде болсын, әрдайымда сіздерде налогты ұстап қалады, салықты ұстап қалады. Ол салық сізге Англиядан елге қайтар кезінде де қайтарылмайтын сума. Мына жерде көрсетіп тұр, қай жерде орналасқан, Манчестер деп. Ал мына видеода енді агрофермадан басқа қандай да бір жұмыстар бар екен, Jubilee деген сайттан көрсетіп тұр. Ресепшенист, одан басқа ресепшнда отыратын адамдар, көлік жүргізушілері, тағы да үй күтушілері, үй тазалығын сақтаушы адамдар, әрдайымда қажетті бұл өте мамандықтардың бірі. Бұл сварщиктер, дәнекерлеушілер, ең қазір күнде қажетті бұлар газдық котелдардың ремонт жасайтын адамдары. Одан кейін жылуды, былайша айтқан кезде трубаларды, жылытатын трубаларды бекіте алатын, солармен былайша айтқан кезде
сваркамен, пайкамен жұмыс істей алатын адамдарды жұмысқа өте жеңіл және жақсы қабылдайды. Бұлар қолданысқа сұранысқа ие, және дегі төлем ақысы өте жоғары. Менің бір мысалым, елден келген бір азамат былтырғы жылы бір айдың ішінде 2 миллион теңге тапқан, және дегі 6 айдың ішінде 8 миллион теңге тауып елге оралған екен. Бұл дегеніңіз енді өте бір қажырлы еңбекпен, қажырлы күшті талап етеді, бірақ та егер бір адамның қол жетіп жататын болса, онда басқалардың да, сіздің де мүмкіндігіңіз зор деген сөз. Сол мына жерге осы видео ұнаған болса, аямай лайктарыңызды қалдырып кетіңіздер, және де комментарий жазып кетіңіздер. Сіздер үшін көп рахмет.